Сәлем достар, сіздермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Және бүгінгі видеода дауыс жай шығуы мүмкін, себебі мен наушниктегі микрофон дұрыс жасамайды және телефонның өзінің дауысына түсіріп тұрмын. Және барынша қатты сөйлеуге тырысамын. Бүгінгі видео ол сіздердің жақсы көретін видеоларыңыз, яғни ютубтағы барлық адам жақсы көретін видео сияқты. Ол су ішіп қойма. Өткен видеода мен сендерге уәде бергендей, бүгінгі видеода мен суши, яғни ролл, васабиді, имбирді, яғни ащы заттар жейтін боламын. Олай болса, біз көп сөзбай бастаймыз. Және мен арнайы кішкене ғана ролл алдым. Маған негізі ең бастысы мына заттар керегі. Бірақ мен бұларды чипсымен қосып жеймін ба деп ойладым. Сондықтан құрсын шешемді лучше обычный роллдарды ала салдым. Яғни бұның ішінде обычный суши, яғни ролл, сырмен, плавленый сырмен и кунжутпен, и, конечно же, обычный огурцымен. Және соевый соус, яғни осы арқылы сіздің сушиіңіз, роллыңыз тәтті болады. Себебі бұл өте тәтті. Байлап ашайық. Достар, мен мына жерге қойдым сушиларды, мінекей. Және мына жерде соевый соус. Ең басты зат мінекей мынау. Мен бұның екеуін алдым, чтобы қатты ащы болу үшін. Бұның ішінде мен мына қызылын жақсы көремін, яғни ол имбирь. Ол өте тәтті, бірақ мына жасылы ол енді что-то с чем-то, және ол өте қатты дәмі жаман. Арнайы палочка, бірақ бүгінгі видеода мен бұл палочкалар қолданбаймын, себебі мен оларды қолданып білмеймін. Мен қанша рет үйренсем де бұны қолдап, менде ештеңе дұрыс шықпайды. Бұда мына жері бір-біріне қосылып кеткен, сондықтан осылайдан ұстап жейтін боламын. Ал олай болса бастайық. Мен қазір сендерге кішкене мамбетте болып тұрам, себебі мен әлі 21 ғасырда мына таяқшамен әлі қолданып білмеймін. Сондықтан кішкентай бала сияқты былайдан, тіпті кішкентай баланың өзі де бұларды қолданып білетін сияқты, бұл қолданып білетін шығар. Бірақ ол былайдан оңай ыңғайлы ұсталынып тұр. Олай болса біз бастайық. Ең алдымен үстіне ащыларын қойып алайық. Үстіне қойайық. Ең басты зат ол бізде васаби. Мен васабиді қазір қолыммен алып жатырмын. Мына васаби ол 1 миллион васаби кетеді, себебі ол соншалықты дәмі ащы. Ал енді жейік. Бұл өте тәтті. Және мен даладан келдім. Далада мен 5 сағаттай жүрдім, яғни ешқандай судым ішпеймін. Арнайы. Мен аузым құрғап тұр, как всегда. Сондықтан осы. Және васабиді мен қазір өте көп қосайын. Және мен асқазанымды жемейіндіктен, мен асқазаным кек бетпесе болған. Неке, мынаншалықты васабиді алдық. Бұл негізі суши менің ең сүйікті тағамым, ең сүйікті фастфудым. Және тағы да көп васабиді алайық. Өмірімде бұндай көп васаби жеп көрмедім. Және бұл васаби менің тілітісінің мына жерінде бәрі бір түйіршік болып жиналып қалды. Соған байланысты мен оның өзін почти өзін жедім, және соған байланысты мен тамағым қырылып тұр. А вот қазір міне оның өзін мынаумен жеп қойайық. Бұмен әрине өте тәтті. Кім сушиді жақсы көреді, осы видео лайк басыңдар. Достар, мінекей бұл видео аяғына жетті. Мен 6-шы сушиді, яғни міне суши бітті.
Және мен сушидің 6-шысын жеп жатқан кезде мен соткам қатып кетті де, яғни ол жерде мына жерде минуттар тұрады, қанша минут тұрғаны. Мысалы мен ол видеоны 3-4 минут түсіргендіктен лимитқа жетті де память бітіп қалды. Сондықтан мен жаңа ұзақ оның ішін настраивать етіп, удалить етіп отырдым. Және 6-шы суси бәрін жеп бітірдім. Өте қатты ащы. Осы видео сендерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса жақын жоғары басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. 100 лайк жинап көрейік. Егер де 100 лайк жиналатын болса, мен қалай 100 лайк жиналады, солай келесі 3-ші бөлімді түсіретін боламын, су ішіп қоймада. Ол видеода мен сендердің айтатын заттарымды жейтін боламын. Яғни менің не жегенімді қаласаңыздар, оны комментарияға жазыңыздар. Қызықты тағамдарды алып, және подписчиктерімнің айтқан заттарын жеп, су ішіп қойма деген видеоны түсіремін. Осы видео сендерге ұнады деп ойдамын. Және осы видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Және достар, мен осы жылдың аяғына дейін арнамда 1000 подписчик жинағым келеді. Сондықтан видеоны жай ғана қарап лайк баспай, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Егер де менің каналыма тіркелсеңіз, сізге өте үлкен рахмет. Және 1000 подписчик менің жаңа жылға деген маған күшті подарок болады.